Құрметті оқушылар, біздің қазіргі жағдайда ұбт-да жиі кездесіп жатқан есептердің бірі, яғни жағдаяттарға байланысты есептер, иіс суға байланысты беріліп тұр. Енді бізде құтының 21-ші есепте құтының қақпағының бүйір бетінің ауданын табамыз. Яғни біз геометрия саласында, яғни геометрия сабағында біз параллелепипедтің бүйір бетінің ауданын табуды білеміз. Мына белгі бізде параллелепипедтің енін білдіреді, 3-ге тең 3 сантиметр. Мына белгі бізде 5 дегенді білдіреді, яғни ұзындығы 5-ге тең, 5 болса, мына жерде 5 болады деген сөзді білдіреді. Ал мына белгі бізде 4-ті білдіреді, 4 сантиметр. Енді қалай табамыз? Бүйір бетінің ауданы десе, біз мына бүйір беті бізде 3 және 4-те, 3 және 4 болып тұр. Мына жер 4 болғандықтан, мына жерде 4 деп алуға болады. Яғни, мына бүйір беті, бірінші мына бетті тауып алайық. Сосын, оны ар жағы дәл сондай деп есептейміз де, оны екеу, яғни спичканың қорабын көзімізге елестетеміз. Яғни, 3 болса, мына жақта да 3, мына жерде көрінбейтін үзік-үзік жағы бар, ол 3. Биіктігі бізде 4 болып тұр, мына жерде 4 дегенді білдіреді. Яғни біз тік төртбұрыштың ауданының формуласын білеміз, А көбейтілген В. Яғни бірінші мына ауданды табамыз, одан кейін мына жаңағы екеу болғандықтан оны 2 еселейміз, сосын бүйір беті болғандықтан мына 5 пен 4-ті көбейтеміз және оны да 2 еселейміз. Сол кезде бізде бүйір беттің формуласы шығады. Яғни 2 еселенген, мына бізде А болсын, мынау В болсын, мына биіктікті біз С деп қояйық. Сонда формула бойынша бір формуласын жазып шығайық. А көбейтілген С плюс, яғни біз бүйір бетін тап деген кезде, яғни толық бүйір бетін тап дегенде, олардың біз аудандарын тауып аламыз да қосамыз. Сөйтіп оны 2 еселейміз. Өйткені неге 2 еселейміз? Себебі бізде 2 жақ бар. А көбейтілген С, А деген ені, С деген биіктік. Енді бізге бүйір беті В және С болады. В және С болады. Формуланы жазып шықтық. S бүйір бет формуласын жаздық. Енді А дегеніміз бізде 3-ге тең, С дегеніміз бізде 4-ге тең, қосылған В дегеніміз 5-ге тең, С деген тағы да 4-ге тең. Сонда шақшаның ішінде неше шығайын деп тұр бізде? 12 көбейтілді 20 болады екеуін қосамыз. Сонда бізде шақшаның ішінде 32 шығады, 32-ні 2 көбейтеміз, 64. Өлшем бірлікке қараймыз. Сонымен бізде жауабы А жауабы болады екен. Бірінші есеп бойынша А жауап. Енді екінші 22-ші есепте енді құтынікі. Дәл сол параллелепипед бізде енді үлкен болып тұр. 5, биіктігі 10-ға тең, 12-ге тең. Енді осының бүйір бетін табайық. Жаңағыдай S бүйір бет формуланы жазып жатудың қажеті жоқ. Дайын сол бір формула жарай береді. 2 еселенген 5 көбейтілген 10 қосылған, мына жерде бізде бүйір бет болғандықтан мына жерде 10 болып саналады. 12 көбейтілген 10. Шақшаның ішінде 50, 120, 170 болады. 172-ге көбейтетін болсам 340 болады. 340 сантиметр квадрат болады екен. Енді келесі есепке көшейік. 23-ші есепте иіс су қақпағының бүйір беті оның құтысының бүйір бетінен есе кем деп тұр. Яғни біз есе кем екенін біліп тұрмыз. Жаңағы аудандардың қатынасын аламыз. Мынау құты, яғни құтының бүйір бетінің ауданы деген сөз. Ал мынау қақпағы соның бүйір бетінің аудандарының қатынасын аламыз. Мұнда бізде 340 бөлінген 64 болды.
Енді бірінші біз ең үлкен ортақ бөлгішін білмейтін болсақ, біз 2-ке бөлейік. Сандарды кішірейтейік. 32 болады, екеуіне 2-ке бөліп жатырмын, мынаны 170 болады. Енді бізде 0-мен аяқталғандықтан, 2-мен аяқталғандықтан екеуі де 2-ке бөлінеді деген сөз. Мына жерде бізде 85 болады. 32-ні 2-ке бөлетін болса, менде 16 болады. Енді 85-тің ішінде 16 неше рет кездеседі? 16 бізде 5 рет кездеседі. 5, 16, екеуін көбейтетін болсам 80, бізде қалдық 5. Сонымен жауабы 5,16-тан 5 есе кем. Яғни бізде Е жауабы. Бізде Е жауабы. 23-ші есеп. Енді арғарай кетейік. 24-ші есепте егер И су құтысының мөлшерін 3 есе арттырса, онда оның көлемі. Жаңағы құтының суретін салайық. Енді қайталамыз. Формула бізде осы 3 өлшемді көбейт. Яғни біз 10 көбейтілген 5 көбейтілген 12. Бұл бізде екеуін көбейтетін болсақ 60 болады, сонда оны 600 болады. 600 сантиметр куб болады. Енді барлығында 3 есе арттырсақ дейді. Мысалы, мынаны 3-ке арттырсам, мынаны 3-ке арттырсам, мынаны 3-ке арттырсам дегенді білдіреді ғой. Сонда 3 көбейтілген 10 көбейтілген 5 көбейтілген 3 көбейтілген 12 көбейтілген 3. Енді бағана біз өткенде мына үшеуін көбейткен кезде бізде қанша болды? 600 болды. Енді сонда ана үшеуін көбейтетін болсам, менде 27 болады. Сонда бағана бастапқыдағы көлем 600 еді, ал енді 600 көбейтілген 27 болып тұр. Яғни есептің жауабына қараймыз. 27 есе артады. Яғни көбейту болған кезде есе артады дейміз. Келесі 25-ші есепте И су құтысының қалыңдығы 3 мм болса, онда құтының ішкі бөлігінің көлемі неге тең? Бағанағы өлшемдерді жазайық. А5 өлшем бірлікке қараймыз. Миллиметрмен берілгендіктен сантиметрдің барлығын миллиметрге. 5 сантиметрде 50 миллиметр бар. Екінші өлшем бізде ұзындық 12 сантиметрде 120 миллиметр бар. Биіктік бізде С деп тұрмыз. 10 сантиметрде 100 миллиметр бар. Яғни бұның шынының бізде мына жерде ішінде ішкі сұрап жатыр. Сонда бізде мына жердегі арақашықтық 3 миллиметрге дейді. Сонда 50-ден 3-ті алам, сонда 47 миллиметр болады. 120-дан 3-ті аламын, 117 миллиметр болады. 100-ден 3-ті аламын, сонда 97 миллиметр болады. Осы 3 санды көбейтемін. Сол кезде менде жауап шығады. Вот тең болады 47 көбейтілген 117 көбейтілген 97. Жауабында көбейткен кезімізде 33403. Өлшем бірлігін жазып қояйық. Миллиметр куб. Бұл бізде Д жауабы екен. Оқушылар біздің каналымызға тіркеліп, комментария қылдырыңыздар. Келесі сабақтарды түсіреміз. ОБТ-да жиі кездесетін есептерді қарастырамыз. Және біздің ақылы курстарымыз бар. Қатысып білім алуларыңызға болады. Жақсы, сау болыңыздар.